проблеманың түп тамыры неде? Сонымен достар, өздеріңізбен көптеген жай ахуалды талқылап, нені проблема санайтынымызға мұқият көз жеткіздік. Енді шынайы проблемаға көшсек. Егер өзімізге көңіліміз толмай жүрсе, демек өзіміздің жарытып жақсы көрмейміз деген сөз. Менің көзқарасым бойынша бар проблема осында. Сондықтан оның неге негізделгенін және түп тамыры қайда жатқанын қарастырып көрейік. Өзінің кемелдігі мен әлемнің мінсіздігін білетін бөбектен қалайша проблемалардың ауыр жүгін арқалаған әрі өзін сүйіспеншілік пен құрметке лайықсыз санайтын адамға айналдық. Мысал ретінде раушан гүлін алайық. Әуелі ол шешек атып, әдемі гүлге айналды да, соңғы күлтесі түсіп қалғанға дейін жұпар иісі аңқып тұрды. Осы уақыт бойы құлпырып, жайнады әрі үздіксіз өзгеріп отырды. Біз де сондай жағдайды басымыздан өткереміз. Әр қашанда кемелміз, ғажаппыз, әрі үздіксіз өзгере береміз. Мүмкіндігінше көбірек білуге, түсінуге және білімімізді пайдаға асыруға тырысамыз. Егер одан әрі осы қағидадан танбасақ, онда ой пікіріміз де өзгере береді. Ойды тәртіпке келтіру. Енді өткен шағымызды, сол кезде өзімізді уысында ұстаған көзқарасымызды егжей-тегжейлі еске түсіретін кез келді. Клиенттеріңіздің көбі арылу процесінің осы бір бөлігін біршама ауыр санайды. Бірақ бұл әсте олай емес. Процесті бастамас бұрын өз ойымызды бақылауымыз керек. Бөлмені тазалай жүріп, оның ішіндегі заттарды мұқият қарап шығасыз. Кейбіреуін жақсы көресіз, олардың шаңын сүртіп, жалтыратып қоясыз. Кейбір заттар жөндеуді қажет етеді. Мұны қаперіңізге аласыз. Ал әлде бір заттар енді қайтып пайдалануға жарамайды. Демек, олардан құтылатын кез келді. Ескі газет-журналдар мен бір рет пайдалануға арналған ыдыстарды қиналмастан қоқыс жәшігіне лақтыра салу керек. Соған бола көңіл күйіңізді түсірудің қажеті жоқ. Тап осылай ойымызда да тәртіпке келтіреміз. Кейбірінен бір жола арылу керек екеніне бола қапаланбаңыз. Тамақ қалдығын қоқыс шелегіне лақтырып тастайтынымыз сияқты, олардан да оп-оңай арыла салыңыз. Айтыңызшы, бүгін тамақ пісіруге кіріскен кезде кешегі астың қалдығын шұқылап, аударып төңкерер ме едіңіз? Сол секілді болашағыңызға негіз қалап жатып ескірген иланымдардың қойнын ашып, қоқсығын ақтарар ма едіңіз? Қандай да бір ой пікір иланым сізге пайда алып келмесе, мейлі құрып кетсін. Әбден ескірген тап-тауырын пікірлерден бас тартуыңызға ерік бермейтіндей заң жоқ қой. Кәне онда толымды өмір сүруіңізге кедергі келтіретін, шектеуші иланымдар мен аталатын ой пікірлердің кейбірі туралы сөз қозғап, олардың қайдан шыққанына зер салайық. Толыққанды өмір сүруге кедергі келтіретін иланым еш жолым болмайды, себебі ұлын ақымақ екеніне нандырған әке. Клиентім әкесінің мерейін өсіру үшін жетістікке жетіп табысқа кенелгісі келді. Бірақ өкінішке қарай шаруасы шатқаяқтап ісі маңдымады. Оны үнемі сын тезіне алды. Ал ол бұған қатты ренжіді. Әкесі оның компаниясын қаржыландыруын жалғастыра берді. Алайда сәтсіздік жігіттің қыр соңынан қалмай қойды. Уақыт өте келе ол осыған әбден бой үйретіп алып, әкесін төлей беруге, тек төлей беруге мәжбүрледі. Әлбетте ол жігіт барып тұрған жол болмас бейбаққа айналды. Толыққанды өмір сүруге кедергі келтіретін иланым. Өзімді жақсы көрмеймін, себебі әкесінің мақтауына лайық болғысы келу. Маған келіп жүретін бойжеткеннің жалғыз тілегі әкесіне ұқсау еді. Олар бір-бірімен ештеңеге келісе алмайтын әрі үнемі ұрысып қала беретін. Ол қыз жылы сөз естігісі келді. Алайда әкесі оны тек сынап міней беретін. Қыздың бүкіл денесі сырқырап ауырды. Әкесі де өзін солай сезінді. Қыз өзінің наразылығы мен ашу ызасы ауру туындататынын түсінген жоқ. Әкесі жөнінде де тап осыны айтуға болады. Толыққанды өмір сүруге кедергі келтіретін иланым өмір қауіпке толы, себебі әкесі үрейлендіріп қойған.
Қабылдауыма келген бір әйел өмір қауіпке толы, қапас әрі қатал деп есептеді. Ол кейін қалайда бір жамандыққа ұшыраймын деп қорыққандықтан ешқашан езу тартып күлмеді. Оны қарша дайынан күле берме, олар сені ұстап алады деп тәрбиелеген. Толыққанды өмір сүруге кедергі келтіретін иланым өзіме көңілім толмайды, себебі оны тастап кеткен жақтырмаған. Бұл ер кісімен әңгімелесу қиын болды. Өйткені жұмған аузын ашпау оның өмір салтына айналған. Ол есірткі шегіп, арақ ішуді енді ғана доғарған, өзін оңбаған сұмырайға балады. Бала кезінде шешесі қайтыс болғандықтан әпкесінің қолында тәрбиеленген екен. Әпкесі мұнымен ашық жарқын әңгімелеспеген. Тек ара гідік, тіпті дастархан басында да бұйрық беріп отырған. Осылай үн-түнсіз күнін өткізіп, уақыт оздырған. Кейінірек табысқан досы да томаға тұйық екен. Екеуі күні бойы үнсіз отырған. Содан соң досы дүниеден өтіп, бұл қайтадан жалғыз қалған. Жағымсыз пікір айту жаттығуы. Бұл жаттығуды орындау үшін ақ қағаз алып, балалық шақта ата-анаңыздан естіген бүкіл ескерту мен нұсқаулардың тізімін жасаңыз. Олардың пікірінше сіз нені дұрыс істемеген екенсіз? Асықпаңыз. Ата-анаңыз айтқан жағымсыз пікірлерді көбірек еске түсіруге тырысыңыз. Бұл жаттығуды жасап шығуға әдетте жарты сағаттай уақыт кетеді. Ата-анаңыз ақша туралы не айтатын еді? Сіздің дене бітіміңіз жөніндеші? Сүйіспеншілік пен қарым-қатынас хақындашы? Шығармашылық қабілетіңізді қалай бағалады? Мінез құлқыңыздағы қандай ерекшелікке кешіріммен қараушы еді? Олардың қандай сын ескертпесі тірлігіңізді шектеп, толымды өмір сүруіңізге кедергі келтірді? Егер қолыңыздан келсе, тізіміңізге мұқият қарап, өзіңізге, менің қате түсінігім осыдан шыққан екен ғой, деп ой түйесіз. Енді достар, басқа парақ аламызда проблеманы тереңірек қарастырамыз. Бала кезіңізде тағы қандай жағымсыз пікір естідіңіз? Ата-анадан, мұғалімдерден, дос-жараннан, қарама-қарсы жыныс өкілінен, діндарлар мен діни қызметкерлерденші? Бұл жаттығуда асықпай, тап сол сәтте бойыңызды билеген сезім ауанына, эмоцияға ерік бермей жасаңыз. Осы екі парақ қағазға жазылғанның бәрі бір жола арылуыңызға керек иланымдар, басқа түкте емес. Сіз нақ солардың кесірінен өз-өзіңізге көңіліңіз толмай жабырқау күй кешіп жүрсіз. Өзіңізді сәби сезініңіз. Бөлменің ортасына отырғызып қойып, топассың, салақсың, қолыңнан ештеңе келмейтін олақсың, және тағы басқа деп жер жебіріне жете ұрысса, арасында шапалақпен тартып жіберсе, 3 жасар сәби не істер еді деп ойлайсыз? Ол дымын шығармай, бұрышқа бұйыға тығылып алып, егіліп жылар еді. Иә, ананы да, мынаны да істеу қолынан келеді. Бірақ біз қайткенде де оның қабілеті жөнінде еш қашан біле алмас едік. Басқа бір сынақ, әлгі бүлдіршінді алайықта еркелетіп өте жақсы көретінімізді, әсіресе томпиған сүйкімді бет әлпеті ұнайтынын, оның ақылды тапқыр бала екенін, бәрін жақсы жасайтынын айтайықшы. Міне, сол кезде оның бойында бұлықсыған қабілетті көріп қайран қаласыз. Әркімнің жан дүниесінде тап сондай 3 жасар сәби бар. Ал біз ылғи оған ұрсып жекіреміз де, содан соң келіп өмір жолында омақаса бергеніне таңғаламыз. Сізді үнемі сынап, мінеп, кінә таға беретін адаммен дос, жар болуды қалар ма едіңіз? Бәлки, әлгі сәбиге орынсыз жекіргеніміз сияқты сізге де әділетсіз қараған шығар. Әрине, өте ауыр, бірақ мұның бәрі өткен күндердің жаңғырығы ғана. Егер қазір де өзіңізге сыни тұрғыдан қарасаңыз, өкініштің уыты бұрынғыдан бетер бойды жайлай береді. Балалық шағыңыздан таныс бірнеше жағымсыз сөзді еске түсіріңіз. Олар сіздің иланымыңызға сәйкесе ме екен? Сірә солай сияқты. Біз бала күнгі әсеріміз бен ересектердің талап тілегіне сүйене отырып, өміріміздің іргетасын қалаймыз. Балалық шақта бәріміз жақсымыз, үлкендердің нұсқауын бұлжытпай орындап, айтқанының барлығын ақиқатқа балаймыз.
Тек ата-ананы кінәлап, ендігі қалған ғұмырда өзімізді құрбан санап өту бәрінен оңай болар еді. Бірақ мұның бәрібір көңіл көншітпейтінін, ал проблемамыз шешілмеген күйінде қала беретінін ішіңіз сезіп отырған болар. Отбасын жазғыру. Жазғыру проблемамен бетпе-бет жалғыз қалудың ең сенімді тәсілдерінің бірі. Өзгелерді жазғыра отырып, бүкіл күш-қуатымызды сарп етеміз. Болып жатқан оқиғаның сырын аңдып, жан-жақты түсіну өмірлік жағдаяттардың жетегінде кетпей, болашағымызды өз қолымызға алуға мүмкіндік береді. Өткен шақты өзгерту мүмкін емес. Болашақ бүгінгі ой-пікіріміз бен иланымымыздан құралады. Өз еркіндігіміздің қамы үшін ата-анамыз өздеріне тән өмірлік тәжірибемен бәрін мүмкіндігінше жақсартуға тырысқанын түсінуге тиіспіз. Мына біз сияқты олар да дәрменсіз екенін түсінді. Сондықтан бір кездері өздеріне әке-шешесі үйреткен нәрселерді ғана бізге дарыта алды. Ата-анаңыздың балалық шағы, әсіресе 10 жасқа дейінгі өмірі туралы көп ақпарат білесіз бе? Егер мүмкіндік болса, балауса жылдары туралы сұрастырып көріңіз. Сол кезде өзіңізге басқаша емес, неге нақ солай қарағанын ұғынасыз. Мінез құлқының себептерін түсінгеннен кейін оларды аяп, жаныңыз аши бастайды. Ал ондай мүмкіндік болмаса, ата-анаңызды бала кейіпте елестетуге тырысыңыз. Бұл өзіңіздің еркіндікке жетуіңіз үшін қажет. Ата-анаңызды кешірмейінше өзіңіз еркін бола алмайсыз. Егер олардың бойынан кемелдік көргіңіз келсе, онда мұны өзіңізден де талап етіп, нәтижесінде ғұмыр бойы бақытсыз болып қала бересіз. Ата-ананы таңдау. Ата-ананы өзіміз таңдаймыз деген назариямен келісемін. Өзіміз алатын өмір сабақтары олардың осалдығына әбден сәйкес келуі мүмкін. Бәріміз мәңгілікке сапар шегетінімізге әрі мына дүниеге рухани өсіп жетілуіміз үшін қажет сабақ, ілім-білім алуға келетінімізге сенімдімін. Біз жынысты терінің түсін және жарық дүниеге келетін елді таңдаймыз. Наным сенімімізді бейнелей көрсететін ата-ананы іздестіреміз. Осы ғаламшарға сапарымыз мектепке барғанға ұқсайды. Егер косметолог болғымыз келсе, косметология, механик болғымыз келсе, механика, заңгер болғымыз келсе, заң мектебіне оқуға түсеміз. Өзіміз таңдаған ата-ана жарасымды керемет жұп. Олар өзіңіз оқығыңыз келген білім саласының сарапшылары екен. Есейіп ержеткен бойда ата-ананы кінәлай, саусақ шошайтып, бәріне мына сендер кінәлісіңдер дейміз. Ал мен оларды өзіміз таңдап алатынымызға сенімдімін. Өзгелерді тыңдау. Балалық шақта жасы үлкен аға әпкелерімізді пір тұттық. Олар көңілі толмаса, бізді шапалақпен тартып жіберуге, ұрсып жекіруге бейім тұрды. Арасында не бүлдіргеніңді әке-шешеме айтып қоямын. Қалайша сен әлі кішкентайсың, мұны істей алмайсың деуі әбден ықтимал еді. Сондай-ақ мектеп мұғалімдері де бізге зор ықпал етті. 5-ші сыныпта бір мұғалима бойымның бәкенелігіне байланысты ешқашан балет бишісі бола алмайтынымды айтты. Аңсарлы арманымнан айнып, оның айтқанына бекер сеніп қалдым. Сөйтіп, биді кәсібіме айналдырар уақыт пен мүмкіндікті уыстан шығарып алдым. Біліміңізді бағалау мақсатында ғана алдын ала белгіленген уақытта емтихан өткізілгенін қазір түсіндіңіз бе? Әлде бала бола тұра өз бағаңызды білу үшін осы тексеріске келісім бердіңіз бе? Балалық шақта достарымыз өмір туралы жаңсақ ақпарат айтады. Кейбір құрбыларымыз жанымызға жазылмастай жара салып келеке қылады. Мектепте оқып жүрген кезімде мені Лунни деп атады. Ол балалар атымды бұрмалап лунатик, есалаң деген мағына дейтін. Көрші қолаң да өздерінің үздіксіз сын ескертпесімен бізге ықпал етті. Ата-анамыз болса, көршілер не ойлайды енді деп бетімізді қайтара берді. Мен өзіңіз қадір тұтып, уәжіне құлақ асқан өзге адамдарды еске түсіруін ұсынамын. Баспасөз бен теледидардағы жадағай да жалтылдақ жарнамалар да көп рөл ойнағаны сөзсіз. Біз тауарларды жаппай сатып аламыз. Өйткені жарнамалар егер оларды сатып алмасам, бейшара болғанмен деген ойды көкейімізге құйып тастайды.
Бұл жерде біз бұрынғы жалған сенім, қате түсініктердің шекарасынан аттап кетуге бел будық. Олардың не айтатынына пысқырмастан өзіміздің маңызды да таңғажайып тұлға екенімізді тап басып тани білгеніміз жөн. Сізге өзіңіздің жағымсыз иланымыңызды алмаған өзімдікін еңсеріп шығу керек.